Ассалаумағалейкум, құрметті кітап оқушылар. Мен өзім оқыған кітабымды сізге де ұсыныс етемін челленджін давам етеміз. Менің қолымдағы кітап Алланазар Абдиевтің Қарақалпақ қосығы кітабы. Жыртық етік. Сәтмұрат кешкі 7:30-ларда жұмыстан үйіне сүйретіліп зорға жетті. Бүгінде жұмыс уақытынан соң және 1 сағаттай істеуге тура келді. Шаршаса да күндегі әдеті бойынша жол пұлын үнемлеу үшін жанында тоқтап өткен маршрутлы таксилерге де мінбей, жыртық етігін зорға сүйреп басып, жаяу үйіне кірді. Кешкі шай пайын, жарма жуығын да соғып алды. Қарнына ыссы ауқат барғаннан соң, күні менен сызған жүрегі орнына түсті. Ноябрьдің салқынынан тоңып қалған денесі жылынды. Шаршағанлары да бір науы шығып тынықланды. Әкесінің ұсы пайтын күтіп тұрған ба, я азанда әмме баса-бас болды ма, кімі оқуға, кімі жұмысқа деп сөйлесе алмаспан деген баласы, «Аға, біздің оқу төлемім қалай болады екен?» деді. «Мен келте курткайменен тоңып жүрмен, пальто алып берің, аға?» деді. Қызы да өз арызын айтпай-ақ қояйын десе болмағанлықтан именіп, жалынышылы хауазбенен. «Іләжі болар балам, қызым, фирма басылығымыздың кеуліне Құдай нұр құйса, 2-3 айлығымды алдынан берер, айтып қойыппан ғой, яқ демеді, көрейік деген уәдесі бар». «Аға, менің етігім жоқ, туфлименен еле жүріппен, тоңып», деді. Кішкене баласы да тап сол уақытта тоңғандай аяқларын ұслап жыламсырап. Сәтмұрат қапа халда көшеге шықты. Осы уақытта көшеде қатты кетірған машина шүйк етіп бірден тоқтады да, ішінен ірі тұрпатлы жігіт үлкен толы қапшықты зорға көтеріп, Сәтмұраттың шарбағының ішіне қарай лақтырып жіберді. Қапшық отырған оның басынан аса аяқ ұшына дүрс ете қалды. Тұра сала шарбақ сыртына қараған Сәтмұрат адам бойы қораның артындағы жігітті көрді. Бейтаныс жігіт адам осы жерде тап әзір тұрады деп ойламады ма, дәслеп албырады. Лекін сол замат-ақ өзін оңлап алды. «Асығыспан, ізімнен қуып кетір, тез жасыр, саған бұл аманат, 1-2 күннен келемен, келмесем жұмсай бер» деп, ол жуырып жол шетіндегі машинаға мініп, ұшырып айдап кетті. Соның арасында көше бұрылысынан шыққан 2-3 машиналар да оның ізінен қуып кетті. Құрметті кітап оқушылар, Сәтмұраттың кейінгі өмірін білгіңіз келсе, Алланазар Абдиевтің Қарақалпақ қосығы кітабын кітапханамызға келіп оқысаңыз болады.